Сәлем достар, сіздермен Салтанат. Бүгін сіздерге өте оңай 5-ақ минутта жасалынатын және өте пайдалы салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен пекинский капустамызды, кей жерде корейский капуста деп те атайды. Соны ұзынша етіп, майдалап турап аламыз. Қаншалықты жіңішке етіп туралса, салат соншалықты дәмдірек болады. Капустамыздың барлығын турап болдық, енді ыдысымызға саламыз. Келесі балғын қиярымызды полукольца етіп, яғни жарты кеш етіп тураймыз. Қиярларымызды турап болдық, ыдысымызға саламыз. Консервіленген жүгерімізді саламыз және жұмыртқамызды турамыз. Жұмыртқаның ағының бір бөлігін әсемдеу үшін алып қойдым. Қалған бөлігін де жарты кеш етіп турап шығамыз. Жұмыртқаның ағына консервіленген жүгерімізді салып, әсемдеу үшін шетке алып қоямыз. Жұмыртқамызды салып, дәміне қарай тұзымызды және майонезімізді салып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластыру керек, өйткені капустаның барлық жеріне майонез тиіп, дәмі өте әдемі кіру үшін жақсылап араластырған жөн. Салатымызды жақсылап араластырдық. Енді дастарханға тартатын тәрелкемізге әдемі етіп орналастырамыз. Тіпті ең қарапайым салат түрін алып, оны оформить етсеңіз, яғни сәндеп жіберсеңіз, дастарханыңыздың көркін ашады. Ең оңай және ең қарапайым салат болса да, дастарханыңызда өте әдемі көрініп тұрады. Сондықтан оформлениені ұмытпаймыз. Ойыма осылай жасау келді. Өте әдемі болып шықты деп ойлаймын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, салат өте дәмді болып шығады. Келесі рецепттерімде кездескенше аман сау болыңыздар.